Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен оқытушы Сарекен Асан Икемайна. Сіздердің пәндеріңіз өтетін осы 90-да экономикалық теория негіздері. Бірінші тақырыбымыз алғашқы экономикалық теорияның пәні мен әдістері. Енді тақырыбымызды ашпастан бұрын жалпы экономика деген пәнге кіріспе ретінде айта кететін нәрсе. Экономика деген гректің сөзі, сөзбе сөз аударғанда үй шаруашылығын жүргізудің өнері деген мағынаны білдіреді. Қазіргі таңда экономиканы айтарлықтай нарықтық экономиканың өзгеріске ұшырауына байланысты тек қана шаруашылық отбасы төңірегінде емес, бүкіл аймақ, ел, әлемдік шеңберде жүргізіліп басқарылатын болғандықтан теориялық білгілерінде ғана емес, сондай-ақ өндірістік білгілеріне де қарай, яғни фирма, кәсіпорын саласына қарай ұйымдастырылатын болған. Сондықтан экономикалық теория қазіргі ғасырда тауар ақша қатынастары кеңейген уақытында қалыптасып, қазіргі деңгейде үлкен нарықтық экономикаға айналып отыр. Енді жалпы бұл адамдардың, экономиканы қалай түсінеміз? Бұл адамдардың шексіз қажеттілігі мен өздерінің шектеулі ресурстарын пайдалану арқылы игіліктерді өндіру деп айтамыз. Қажеттілік дегеніміз не? Қажеттілік дегеніміз адамдардың үнемі қалыпты өмір сүру үшін осы қоғамда керекті заттарына сұрау салу. Яғни таңертең мынандай белгілі бір элементарный мысалмен түсіндіретін болсақ, ең алдымен адамның қалыпты өмір сүру үшін қоғамда біріншіден азық түлік керек. Сонымен қатар жарық керек, жылу керек, су керек, киім кешек керек әр маусымына қарай. Осылардың барлығын адам үнемі шексіз пайдаланады, яғни шексіз қажетті болып саналады адамның қалыпты өмір сүру үшін. Осы қажеттіліктерді қанағаттандыру біздің қоғамымыздағы әртүрлі кәсіпорынның, салалар бойынша жасап жатқан мекемелердің, сонымен қатар фирмалардың құзырында игіліктерді өндіру болып табылады. Мінекей, мысалы, таңертең ертемен адам ұйқыдан оянғанда ең алдымен жуыну бөлмесіне барып суға деген қажеттілігі туындайды. Ол суды пайдалану үшін де біз Атырау су арнасы сияқты монополистердің қызметін пайдалану арқылы, яғни белгілі бір төлемақы төлеу арқылы біз сол суды пайдаланамыз. Яғни мекеме мен адамзат арасында, яғни адам арасында экономикалық қарым-қатынас орнайды. Төлем төлегеннен кейін саған қызметтер көрсетіледі. Кейін асханаға барып таңғы асты қабылдау үшін әртүрлі сүт тағамдарын болсын, нан тағамдарын болсын пайдаланамыз. Бұның барлығын біздер әрине супермаркет, дүкендерден немесе базарлардан сатып аламыз. Яғни сатушы мен сатып алушының арасындағы экономикалық қарым-қатынас орнайды. Кейін тамақтанғаннан кейін біздер әрине әр жылдың әр маусымына қарай киім-кешекпен қамтамасыз етілеміз, яғни киінеміз. Күз айы болса, күзгі киімдерімізді, жаз айы болса, жазғы киімдерімізді алмастырып отырамыз. Осының барлығы тігін фабрикаларымен, әртүрлі елдермен экспорттық, импорттық қатынастар арқылы біз түрлі киім-кешекпен қамтамасыз етіліп отырамыз. Осының барлығы экономикалық қарым-қатынастарға жатады. Сонымен бірге далаға шыққан уақытта жұмысымызға, оқуымызға жету үшін біз көліктерді пайдаланамыз. Яғни транспортты пайдалану арқылы біз бір жерден бір жерге жетіп алу үшін әрине төлемақы төлейміз. Бізге көлік автобазалары болсын, автобуспен немесе таксимен барлығымен қамтамасыз етеді. Осының барлығы әртүрлі салалардың тікелей адамның игілігін өндіру үшін өзара экономикалық қарым-қатынас жасайды. Біздер азық түліктерді пайдаланғанда сүт тағамдарын, ет тағамдарын пайдалансақ, ауыл шаруашылығы бізге қызмет көрсетеді. Жарықты пайдалану үшін Атырау жарық монополистік мекемесі қызмет көрсетеді. Жылуды пайдалану үшін газ аймақ мекемесі бізге қызмет көрсетеді. Осы сіздерге
жаңағы білімдерімді жеткізу үшін бүгінгі таңда мына карантиндік жағдайға байланыс орнату үшін бізге жаңағы интернет желісімен қамтамасыз ететін Қазақтелеком компаниясы бізге өз қызметін көрсетіп отыр. Яғни кез келген адамзаттың әрбір сәті, әрбір жаңағы басқан аяғының барлығы да экономикамен тікелей байланысты екенін өздеріңіз көріп отырсыздар. Яғни адамның қалыпты өмір сүру үшін бүгінгі тағда адамзаттардың шексіз қажеттілігін қанағаттандыру үшін шектеулі сирек кездесетін ресурстарды пайдалану арқылы игіліктерді өндіруді зерттейтін ғылым болып саналады. Яғни сенің қажеттілігің жаңағы бір нәрсені керексіну болса, сол қажеттіліктерді саған қамтамасыз ететін фирмалар, кәсіпорындардың шығарып жатқан тауарлары, саған жеткізіліп жатқан азық-түлігі, саған көрсетіліп жатқан қызметтері, транспорттары, барлығы ол игілік болып саналады. Енді экономикалық ойлау адамзат қоғамның құрдасы болып табылады. Оның алғашқы қайнар көзі ежелгі Египеттен басталады. Ең алғаш рет біздің дәуірімізге дейін 3-ші ғасырларда грек ойшылдары Аристотель мен Ксенофон өзінің еңбектерінде экономикалықты бірнеше нұсқауларын берген. Философ әрі экономист Аристотель экономиканы айырбас деп түсінген. Яғни ақшаның пайда болуы мен атқаратын қызметтерін зерттей отырып, Аристотель ақшаның товарға айырбасталатыны, товардың ақшаға айырбасталатынын зерттеген. Яғни кез келген адамның қолында ақша болса, барлық товар алады, немесе шикізат алады, шикізатты өңдеу арқылы товарға айналдырады, товарды кейін нарыққа шығарып сатады, содан кейін қайтадан ол товар ақшаға айналып, қайтадан жаңағы айналысқа түседі. Яғни Аристотель экономиканы айырбас деп түсіндірген. Бірақ бұл ғалымдар экономикалық ілімді дербес бір тұтас жүйеге айналдырмаған, яғни қоғамның бір бөлшегі ретінде қарастырған. Тек қана жаңағы экономиканы үй шаруашылығын жүргізудің өнері деген мағынада түсіндірген. Қазіргі кезде экономикалық теория ол уже глобальный қоғамдық ғылым. Ол басқа да ғылымдармен қатар қоғамдағы адамдар арасындағы іс-әрекеттердің өзара байланыстарын және қарым-қатынастарын зерттейді. Сонымен қатар ол әлеуметтану, философия пәндерінен айырмашылығы қоғамды бүтінде қарастырмайды, бүкіл жаңа экономика саласын, яғни шаруашылықтардың байланысын, адамдардың экономикалық іс-әрекеттерін қарастырады. Нақтылай айтсақ, экономикалық теория экономиканы ұйымдастыру және реттеу, баға белгілеу, ақша табыстары, өндіріс, бөлу, айырбастау және тұтыну, қарым-қатынастарын реттеу мәселелерін шешумен айналысады. Осы сұрақтардың барлығы, яғни экономикалық мәселелердің басты көрсеткіштері болып табылатын, өндіріс шығындарын аз жұмсау арқылы игіліктердің санын жеткілікті өндіру мәселесінің негізі болып табылады. Яғни өйткені өкінішке орай кейбір игіліктеріміз, кейбір керек біздің заттарымыз бүгінгі таңда ресурстардың шектеулі болуына байланысты жаңағы жетпей жатады. Ал кейбір жаңа заттарымыз артылып жатады. Осылардың барлығы игіліктердің шектеулігін түсіндіреді. Экономикалық тағы теория бірнеше қызметтерді атқарады. Танып білу қызметі, дүниетанымдылық көзқарас қызметі, ғылыми болжам қызметі, практикалық қызмет, методологиялық қызмет. Экономикалық теорияның негізгі қызметтері, енді танып білу қызметі, ол экономикалық процестер мен құбылыстардың терең әрі жан-жақты зерттеп бөлуі және түсіндіруі тиіс. Ал дүниетанымдылық көзқарасында экономикалық құбылыстардың сипаттамасына, тіршілік позиция құруына жағдай жасайды. Ғылыми болжам қызметі, ол ғылыми болжам жасап, қоғамның дамуын болашағын анықтайды. Практикалық қызмет нақты принциптерді және шаруашылықтың тиімді әдістерін жасаумен мемлекеттің саясатын ғылыми дәлелдеумен түсіндіреді. Методологиялық қызмет ол экономикалық теория барлық экономикалық ғылым жүйесі үшін методологиялық негіз болып табылатынын көрсете отырып, анықтап отырып түсіндіреді. Енді жалпы экономикалық теорияда негізгі басты 3 сұраққа жауап береді. Ол не өндіру керек, қалай өндіру керек, кім үшін өндіру керек. Яғни кез келген экономикадағы бизнесмен немесе кез келген кәсіпкер өзінің кәсібін ашар алдында
не өндіру керек, қалай өндіру керек және кім үшін өндіру керек деген осы үш сұраққа тоқталады. Не өндіру керек, ол қандай тауарлар мен қызметтердің өндірілуін қазіргі кезде халық қажет етеді. Осы сұрақтарға жауап береді. Кез келген жаңа кәсіпкер өзінің жаңа кәсібін ашар алдында бизнес жоспарын құраларында осы үш сұраққа жауап береді. Қалай өндіру керек, қандай ресурстар, қандай технологияны пайдалану керек, жаңағы шикізатты өңдеу арқылы ма, әлде шикізатты өндіру арқылы ма, осы өндірістердің барлық саласын қарастыра отырып, немесе алып сату арқылы ма, осылардың барлығын қарастыра отырып, біздің кәсіпкерлер өзінің жеке істерін бастайды. Кім үшін өндіру керек деген сұрақ, өндірілген товар қалай бөлінеді, кімге арналады? Ол жеке кәсіпорындар ма, әлде әйел адамдарға киім өндіресің бе, әлде ер балаларға киім өндіресің бе, ер адамдарға, немесе балаларға киім өндіресің бе, немесе жаңағы жұмысшы киімдерін өндіресің бе деген сияқты әртүрлі мысалға алып отырмын, әртүрлі сұрақтарға жауапқа нақты жауап іздейді. Яғни кез келген кәсіпкер өзінің ісін бастамас бұрын осы үш негізгі сұраққа жауап береді. Экономикалық теорияның енді даму кезеңдері бұрынғы меркантилизм, физикратизм, классикалық саяси экономия, марксизм, маржинализм деген сияқты негізгі экономикалық теорияның зерттеу мектептеріне бөлінеді. Өйткені әр ғасырдың, әр дәуірінің өзінің экономикасы бар. Яғни, мысалы меркантилизмде негізгі қалыптастырушы ойшылдары Томас Мен мен Айрис Монкреттен байлық сыртқы сауда жасау нәтижесінде жинақталады. Яғни зерттеудің мақсаты айналыс аясы деп қарастырды. Яғни кез келген ел келесі бір шет елмен, көршілес тұрған елмен өзара айырбас саласында жаңағы экономикалық қызметтер атқарса, онда біздің экономикамыз тікелей толықтай жаңағы өрісін табады деген сөз. Физикратизм Кенне мен Чургоның арқасында өндіріс аясын зерттеді. Яғни, жаңа физикратизм мектебінің ойшылдары өндіріс аясы түсінігінде ауыл шаруашылығының экономикасы нақты экономиканың саласы болып деп есептелген. Классикалық саяси экономикадағы Петти, Смит, Рикардо сияқты ойшылдардың айтуынша өндіріс аясының зерттелуі еңбек екен. Еңбек барлық тауар құндылықтарының негізі мен өлшем болып табылады. Экономиканы реттейтін заңдардың барлығы объективті болып келеді. Яғни, қоғамның барлық топтарының табыс көзін анықтау осы еңбектің арқасында қалыптасады деген пайымдаумен өткізді. Марксизм, енді бертін келе Карл Маркс пен Фридрих Энгельстің айтуынша, марксизм саласында экономиканы қосымша құн теориясы ретінде қарастырды. Яғни, қоғамның барлық экономикалық құбылыстары талдауының классикалық тәсілдемесі ретінде қарастырды. Келесі маржинализм, Карл Менгер мен Уолт Джевонс экономикалық категорияларды зерттеу үшін шекті шаманы пайдалану микроэкономикалық әдісті қарастырды. Яғни, бір фирманың төңірегінде экономиканы зерттеп білді. Сонымен бірге жаңа классикалық теорияның өкілдері Маршалл мен Пигу қоғамдық нысанға тәуелсіз экономиканы зерттеу, экономикалық адамның қылығы мен субъективті себептері болып табылды. Яғни, адамның өзінің объективті, субъективті көзқарасы қазіргі таңда экономиканың жақсы дамуына келіп соқтыратынын көрсетті. Кейнсиандық мектептің өкілі Джонс Кейнс реттелмелі экономикалық теориясы мемлекеттің араласу арқылы макроэкономикалық тәсілдер арқылы шешіледі деп есептеді. Яғни, мемлекеттің жаңағы экономиканы үнемі реттеу отырып, ол қалай реттейді? Ол жаңағы салық салу жүйесін енгізу арқылы реттеуді қарастырады деген кейнсиандық мектептің жаңағы ойшылының айтуынша, бүгінгі күнге дейін сол мемлекеттің тарапынан жеке кәсіпкерлерді, жалпы көлеңкелі экономиканы қарап реттеп отыратын осы мемлекет болып табылып келеді. Енді институционализм Томас Вебеле мен Уильям Митчелл және Гельберттің пайымдауынша экономикалық дамудың сипаттамасы
нарық бөлігі болып табылатын экономикалық институттардың жүйесі болып табылады. Яғни бүгінгі таңдағы экономикалық институттарымыз біздің қаржы саласындағы жұмыс жасап отқан екінші деңгейлі банктердің қызметі болып табылады. Енді экономикалық теория өзі үлкен ғылым, сондықтан ол екі негізгі бөлімнен тұрады: микроэкономика және макроэкономика. Микроэкономика ол экономиканың жеке субъектілері, яғни фирма, сала, тағы сондай сияқты деңгейіндегі кішкентай ресурстарды, яғни шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану мәселелерін зерттейді. Яғни экономиканы тек қана фирманың экономикасын және кәсіпорынның немесе жаңағы белгілі бір саланың, ауыл шаруашылығы саласының экономикасы, көлік саласының экономикасы, байланыс саласының экономикасы сияқты тек қана кішігірім саланың төңірегінде қарастыратын экономика бар. Және екінші бөлігі экономикалық теорияның ол макроэкономика. Ол экономиканы жалпы зерттеу, яғни мемлекет тарапынан салық салу жүйесін, инфляция жүйесін, инвестицияларды, ұлттық ішкі өнімнің өндірілуін, сыртқы сауданың жаңа дамуын, халықаралық экономикалық қатынастарының дамуының барлығы осы макроэкономика қарастырады. Енді микроэкономиканың негізгі категорияларына өндіріс факторлары, шығындар, баға, сұраныс, ұсыныс сияқты категориялар жатқызылады. Макроэкономиканың категорияларына ұлттық табыс, жиынтық сұраныс, инфляция, жұмыссыздық сияқты категорияларды макроэкономика қарастырылады. Экономиканың негізгі элементтері адам, ақпарат, әрине, ақша, тұтынушы, жұмыс, еңбек және табиғат. Яғни адам дегеніміз сіз бен біз, яғни экономиканың негізгі элементі болып табыламыз. Біз экономиканың қай жерде не сатылатын, қандай біздер жаңағы нарықта өмір сүріп жатқанымыздың, қай жерде қандай жаңағы тауарлар сатылатын барлығын біз осы байланыс арқылы ақпараттан алып отырамыз. Ақпарат жеткілікті болса, экономикамыз толықтай жақсы дамиды. Екіншіден, жаңағы экономиканың ең негізгі элементі ол әрине ақша. Ақшаның арқасында біз сауда-саттық жасап, төлем жасап, осының барлығы экономикалық қарым-қатынастарды адамзат пен мекеменің арасындағы, табиғат пен адам арасындағы барлық нәрсенің барлығы қаржы, ақша қатынастар арқылы шешіледі. Сонымен бірге тұтынушы, яғни тұтынушы дегеніміз жаңағы кәсіпорынның белгілі бір шығарылған тауарларын өздерінің саласына қарай тұтыну, кәсіпорынның, ауыл шаруашылығының, балық шаруашылығының, орман шаруашылығының жеке-жеке тұтынуы. Сонымен бірге жұмыс, яғни осы адамзаттың қалыпты өмір сүруі үшін бүгінгі таңдағы еңбекақы алып отыратын өзінің көрсететін қызметі. Сонымен бірге еңбек, адамның ой және дене еңбегі. Табиғат ол жаңағы бізге шектеусіз ресурстарды беріп отыратын, адамның қалыпты өмір сүруі үшін бүгінгі таңдағы барлық шикізат материалдарды бізге беріп отырған күш болып саналады. Экономика оң экономика және нормативті экономика болып бөлінеді. Оң экономика ол дерек негізіндегі экономикалық ақпараттар туралы болжаулар экономиканың дәл өзі болып саналады. Ал нормативті экономика ол елдің экономика туралы бағалау пікірлері, экономикалық теорияның негізгі кепілдемелері, негізгі заңдылықтары, яғни кез келген елдегі экономика әрине арнайы ережелер мен нормативтермен шектеледі. Кез келген кәсіпкер өзінің ісін асу үшін әрине белгілі бір заңдылыққа сүйене отырып жұмыс жасайды. Соның барлығы нормативтік экономика саналады. Экономика ғылымдарының жіктелуі енді экономикалық теория, жалпы экономикалық ғылымдар, қолданбалы экономикалық ғылымдар және біріктірілген ғылымдарға жіктеледі. Жалпы экономикалық ғылымдар ол
экономикалық білімнің тарихы, экономикалық тарих және тағы басқа пәндерден құрастырылса, қолданбалы экономикалық ғылымдарға қаржы, несие, маркетинг, бухгалтерлік есеп, салалық бойынша ауыл шаруашылығы, денсаулық сауда экономикасы, сонымен бірге біріктірілген ғылымдарға экономикалық география, математикалық экономика, экономикалық құқық сияқты ғылымдарға біріктіріледі, жіктеледі. Экономикалық теорияның негізгі функциялары бағана енді мен айтып өттім: танымдық, практикалық, болжамдық, нетанымдық, методологиялық. Яғни кез келген экономикалық заңдылықты, құбылысты біз түсіну үшін алдымен танып біліп аламыз, одан кейін практикалық жүзде қолданамыз, іс жүзінде зерттелген объектілерді, сонымен бірге алдын ала өзімізді жоспарлап болжам жасаймыз, қанша пайда табамыз, қанша шығынға ұшыраймыз, қандай жаңағы бізге дәрежеде бұл жаңағы жақсы табыс әкеледі деген болжамдар жасаймыз. Нен танымдығы дегеніміз, яғни ғылым негізінде біз экономиканы көбіне жаңа шетелдің экономикасына байластырып, бүгінгі таңда мысалға керек технология мен техникамыздың еркін дамыған заманымызда 50 елдің, жақсы дамыған алдыңғы қатарлы 50 елдің қатарына кіруге біз құлшынып жүрміз. Сонымен бірге методологиялық функциялары бойынша экономикалық ғылымдар жүйесі теориялық және методологиялық негіз ретінде жаңағы әр теорияның өзінің әдіс тәсілдеріне негізделеді. Экономикалық ғылымның тану әдістеріне енді қалай бұны ғылым ретінде танимыз? Экстраполяция, индукция, дедукция және гипотеза сияқты әртүрлі әдістерді қолданамыз. Экстраполяция енді болашаққа лайықталған тенденциялар негізінде экономикалық дамуды болжайды. Яғни алдағы 20 жылымызда, алдағы 10 жылымызда біздің еліміздің экономикасы қаншалықты оң дамиды, перспективалық жоспар жасайды. Индукцияда көптеген деректерді зерттеу нәтижесінде жалпы қорытынды жасаймыз. Яғни әр елдің экономикасынан шығарған қорытынды арқылы біз өз еліміздің экономикасын оң жағынан дамытуға құлшынамыз. Дедукция ол жалпы ережелер негізінде жеке қорытынды жасау. Яғни әр экономиканың заңдылығын негізге ала отырып, кәсіпкерліктің, салық жүйесінің заңдылығын барлығын біз жаңағы өзімізге негіз ретінде ала отырып, белгілі бір қорытынды жасаймыз. Гипотеза ол жаңа алдын ала тексерілмеген қағида, болжам, яғни осындай жаңағы жұмсалады, осылай мекеменің төңірегінде болса, микроэкономикалық болжам жасайтын болсақ, яғни фирманың бір жылдағы табысы мен шығысын теңестіру арқылы қаншалықты шығыс жасаймыз, қаншалықты жоспарланған біздің өнім көлемінен жоғары мөлшерде біз пайда табамыз деген гипотеза болжамды алдын ала жасай аламыз. Ғылыми абстракция әдістері енді бейтанымды, нақтылы, танымал нақтылы болып бөлінеді. Оның ішінде бейтаным нақтылы эмпиризм, яғни бақылау, фактілерді жинақтау, статистикалық сүйене отырып және талдау. Осы үш негізгі жаңа ғылыми абстракцияның негізгі әдістері арқылы біз экономиканың дәл мағлұматын ала аламыз. Сонымен бірге танымал нақтылы дегеніміз эмпиризм, яғни ол теорияның фактілері арқылы тексеру. Негізгі осындай бір жылда осындай біз мұнай өндірдік, ол мұнайдың өндірісінің ішінде шетелге жіберілген осындай көлем, отандық жаңа өнімдерге жіберілген осындай көлем деген сияқты нақты фактілерді тексеру арқылы синтез жасаймыз. Яғни осының барлығы белгілі бір категориялар мен заңдарға негізделеді. Экономикалық категориялар адамдардың қоғамдық өндірістік қатынастарының теориялық көрінісі, өндірістік қатынастардың мәнін ашу, талдау, нәтижелі экономикалық категория болып табылады. Мысалы, тауар, құн, қосымша құн, ақша тағы басқа, осы барлығы да экономикалық категориялардың нәтижесі болып отырады. Экономикалық категорияларды жіктеп, экономикалық өмірдегі құбылыстарды сипаттап, қорытындылауға көмектеседі. Енді жалпы бүгінгі тақырыбымыз бойынша қысқаша осы. Алдағы уақытта біз әрбір экономиканың категориясына әрбіреуіне жеке-жеке тоқталамыз. Барлығына да түгелдей
тапсырма беріледі. EduPage'де Платонуста сіздерге жаңағы тапсырмалар салынып отыр. Сол тапсырмаларды әр бірінші лекцияның тапсырмалары бөлек болады, екінші лекцияның тапсырмалары бөлек болады. Осылардың барлығын орындап, уақытында жаңағы жіберіп отыр. Оларыңыз сұралады. Мұқият жаңағы лекцияларыңызды бәрін дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Бүгінгі тақырып осымен аяқталады. Келесі тақырыбымызды әрі қарай жалғастырамыз. Экономикалық жекелеген бөлімдеріне, экономиканың жекелеген категорияларына жеке-жеке тоқталамыз. Сау болыңыздар.